Сәлем баршаңызға, құрметті көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз оңай дайындалатын дымлама деп аталатын кешкі асымызды жасайтын боламыз. Ең алдымен газдың астын қатты қоямыз да, оның үстіне қазанды қойып, майды құятын боламыз. Майымыз қызығаннан соң үстіне етімізді салып, жақсылап тұрып, қызартып, қуырып алатын боламыз. Барлық ингредиенттерді видеоның астындағы описание бөліміне қалдыратын боламын. Егер де сіз менің каналыма алғаш рет келіп отырсаңыз, жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп алыңыз, өйткені менің каналымда өте оңай әрі жеңіл дайындалатын рецепттер өте көп. Міне біздің етіміз осылай қып-қызыл болып қуырылуы керек. Енді оттың астын баяулатамыз да, үстіне домалақтап туралған сәбізді саламыз. Оның үстіне домалақтап туралған пиязымызды саламыз. Барлығын осылай кезекпен төсеп шығамыз. Пиязымызды салып болғаннан соң үстіне картопты саламыз. Картопты қатты майда емес, осындай кішкене үлкендеу етіп турап аламыз. Енді оның үстіне кішкене ірілеу етіп туралған сарымсақты саламыз. Дәміне қарай тұзды, содан соң лавр жапырағын осылай үстіне қойып шығамыз. Енді үстіне томат пастасын немесе мен секілді банкаға жабылған қызанақты осылай салуға болады. Немесе қызанақтың өзі болса, қызанақтың өзін салсаңыздар да болады. Енді үстіне осылай кішкене ірілеу етіп туралған орам жапырақты осылай төсеп шығамыз. Оны да жақсылап тұрып, үстін басып жіберіңіздер. Енді үстіне азғантай ақ су құямыз да, отымыздың астын жай тұрған күйінде қақпағын жауып бұқтыратын боламыз. Менде шамамен 1,5 сағаттай бұқтырылып тұрды. Етім піскенше бұқтырып қойдым. Мен бұл тағамды өте оңай дайындалатын тағам деп айтатын едім, өйткені етті кішкене ғана қуырып, содан соң көкөністердің барлығын бетіне салып бұқтырып қоя салатын ең оңай тамақ деп айтар едім. Сіздер де үйлеріңізде уақыттарыңыз тығыз болғанда осылай жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Өте оңай дайындалады, әрі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап, дәмін сіздер де татып көріңіздер. Осылай тәрелкеге салғанда бірінші орам жапырақты салып алыңыздар, сол кезде әдемі көрінеді. Сосын ішіндегі ет, содан соң картоп, сәбіз барлығын бір араластырып жіберіп, үстіне салыңыздар. Тәбетті ашатындай өте дәмді тағам болып шықты. Иісінің өзі күшті болып шығып жатыр. Сіздер де дайындап көріңіздер. Және де менің каналымда осыған ұқсас оңай дайындалатын әрі дәмді болып шығатын тағамдардың, тәттілердің, десерттердің рецепттері өте көп. Міндетті түрде каналымды жоғалтып алмас үшін тіркеліп алыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, барлықтарыңызға сәттілік тіледім. Сіздермен бірге болған Раушан. Соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет.